Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен нені үйрендім? Яғни балалар, біз өткен сабаққа шолу жасаймыз. Сабағымыздың мақсаты бөлім бойынша білімдерін тиянақтау, жинақтау және талдау. Ал енді балалар, мына бейне фильмге назарымызды аударамыз. Мектеп. Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ащы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л-лі, д-ді, т-ді, с-сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке қышқыш, қышқыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады.
Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, л, д, д, т, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш, тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Ал енді балалар, бейнефильмді көрдік, тақырыпты қайталадық, енді ойын ойнап көрейік. Дұрыс немесе дұрыс емес ойыны. Ал көрейік. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Дұрыс, әлде дұрыс емес? Ойланып көрейік. Дұрыс. Сын есімдерге қалай, қайтып деген сұрақтар қойылады. Балалар, ойланамыз. Дұрыс, әлде дұрыс емес? Әрине дұрыс емес. Жарайсыңдар, балалар. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Дұрыс немесе дұрыс емес? Ойланайық. Әрине дұрыс. Түбір сөзден болған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Дұрыс әлде дұрыс емес? Ойланамыз. Әрине дұрыс емес. Туынды сын есімдер түбірге л, д, д, т, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш, тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Дұрыс немесе дұрыс емес? Дұрыс. Балалар, біз барлығына дұрыс жауап бердік. Ал енді келесі ойынымызға көшеміз. Артығын алып тастау ойыны. Кәне көрейік, балалар. Мына сөздерден біз артығын мына қорапшаға саламыз. Әдемі, қыз, үлкен, ауыр. Қайсы сөз артық бұл жерде, балалар? Әрине, қыз. Дұрыс. Жақсы, ащы, жеңіл, бала. Ойланамыз. Қайсы сөз артық? Бала. Дұрыс. Қысқа, ұзын, әже, тәтті. Қалай ойлайсыздар, балалар? Қайсысы артық? Әрине, әже сөзі артық. Мектеп, сары, қара, домалақ. Қайсы сөз артық бұл жерде? Ойланамыз, балалар. Әрине, мектеп. Дұрыс. Ақылды, күшік, қызыл, жұмсақ. Қайсы сөз артық, балалар? Күшік сөз артық. Тамаша, ойынымыз сәтті аяқталды, балалар? Ал енді, балалар, үйге тапсырма. Оқулығымызды ашамыз. Оқулығымыздағы 119-120 тапсырма бізде. 119-120 сабақ бізде. Бірінші жаттығу өлеңді жаттаймыз. Және үшінші жаттығу сәйкестендіру жаттығуы. Бесінші жаттығу бағандағы сын есімді көшіріп жазамыз. Ал балалар, бүгінгі қазақ тілі сабағында нені үйрендік? Мынау бағалау ағышы бойынша бағалап өтеге, балалар, қызыл алма көп нәрсе үйрендім, раушан гүлі маған ұнады, және жапырақ маған әлі үйрену керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.